жауапкершілікті сезініп, той бола ма, болмай ма, енді барлығын өзінен сұрау үшін Ізбасар мырза өзіңізді ортаға шақырсақ келсеңіз. Қайырлы күн, Диана ханым. Қайырлы күн, қалайсыз? Кешегі болған жағдай енді үстін енді не болып кетті ғой, енді барлықтарына қайғырып көңіл айтамыз әрине. Мен өзім кішкене ыңғайсызданып отырмын. Сондай жағдаймен қарбаласып бір өзім бір жеке басыма осындай бір жағдай болған кішкене сәл ыңғайсызданып отырмын. Сізге сұрақ, анаңызға хабарласып, болды, той болмайды, дайындалмаңыздар деп айтқаныңыз рас па? Сіздің? Ол рас, иә. Ол алдың күн болған жағдай. Енді адам кейде бір көңіл қақпалатын сәттер өте көп екен, бәрі енді бір жақсы бола бермейді ғой. Ұрыс бір майда шүйде нәрседен шығып кетті. Мен енді бірақ енді кеше енді өсіп стористерге бір объявлять етіп қойғандарымды кішкене кейіннен бір күннен кейін бір ашуым басылғаннан кейін кішкене не үшін салдым деп те ойланып қалдым өзім. Бірақ оның бір себептері Әсел өзінің стористеріне бір нелер жарайлап қойғаннан кейін барып мен бір одан сайын ызам кетті, шыны керек. Бірінші Әсел демек айтып бастады, я ашып. Сөздің ашығынандай ғой, Диана ханым, мен ешкім өрді бір ниет айтпай қойын. Біз бір таныс жолдас балам бір үй алған Новоселесіне қонаққа баратын болдық. Сөйтіп мен осындай уақытта шығамыз деп айтып қойғам, ол стоматология барам деді. Сосын стоматологиядан жылдам шығам деді. Онда жылдам шығатын болса, онда жарайды барып кел дегендей қылдым. Сөйтіп ол стоматологиядан үшін кеш шықты ғой. Әні ұрыс содан басталды. Неғып ондай болатын болса, онда ертең бара салмадым ба деген сияқты. Енді екі ортада біраз кішкене ұрыстар болды. Сонымен бірақ енді кеш болған күннің өзінде барайық деп шештім. Өйткені өзім барайын десем, тоже бір ыңғайсыздау дейді. Өйткені екеумізді бірге күтті. Енді үлкен бір қонақ ретінде күтіп отты. Соң жолда бара жатқан кезде ұрыс болды, жолдан қалды ғой. Оның сөздің бірі енді. Бірақ сіздердікі бір төбелеске жеткендей болды бейне бір. Өйткені сіз өзіңіз сурет жүктедіңіз, оң қолыңыз ба, сол қолыңыз ба, Әселдің тырнаған жерлері? Бұлай болды, Диана ханым, ол жолда кетіп бара жатып, енді сөздің ашығы, тағы сөзге келе жатқан кезде, ұзақ отырып, достарыңмен анау-мынау деген сияқты әңгімелер болып жататын болса, онда мен кете берем, отырмайым деген сияқты әңгіме болып келтірді. Оған не ұнамай қалды сонда, Әселге? Мен ұнамайған, Диана ханым, келе жатқан кезде ұрысып келе жатырмыз ғой. Мен енді особен қатты ұрысып нетіп жатқан жоқ. Мен артық сөйлеген кездерімде бар, бірақ мен ол енді бір өзіміз бірге қонаққа баратқаннан қойшы ашуым басып келеттім, ешқандай сөйлемей болды. Бір кезде өзі бастап қалды да, содан кейін мен онда барғаннан кейін қазір отырыс бір андай не болатын болса, онда мен кете берем, маңдайымдай деген сияқты әңгімеңізді сол кезде уже менің жыным келе бастады. Енді ол үлкен қонақ ретінде шақырып жатыр. Ол жерде отырып мен бір тоз сөйлеп, күлімсіреп отырсам, ол бұртиып отқан маған да ұнамайды ғой, Диана ханым. Содан онда жолдан түсіп қалды енді. Онда жолдан түсіп қал, үйге кете бер. Мен өзім барамын, не істеймін дедім. Өйткені шақырып қойған жер кешігіп баратырмыз деген сияқты. Сөйтіп түсіп қалды жолдан. Мен жолдан түсіп қалып, мен кетіп барып, енді сол қонақтар үйге барып, олар енді Әсел қайда деп сұрағаннан кейін ыңғайсыздандым, шыны керек, Диана ханым. Үйде қалып қалды енді бір шаруалармен деп айтасың ғой енді. Сөйтсем сәлден кейін стористер салып, менің артым ашылып қалған орма деген. Мынау не жағдай? Сен жаңа жолда келе жатыр екенсіңдер бірге, жолдан қақапты ғой дегенде. Сонымен кішкене қонақтардан ыңғайсыз болып қалды. Бір өтірік айтып қалған болып қалды енді, шыны керек. Содан кейін көңіл жоқ, Диана ханым, шыны керек. Көңіл жоқ болып қонақтармен отырдым. Сонымен енді таң ата қарай сөйлесіп неткенімізде, сен қыдырып жүрсің, бүйтіп жүрсің деген нәрсе басталды қайттан. Мен ойлаймын, көп еркектер енді еркекті ұстай алмайсың ғой, Диана ханым, еркек кетем десе кетеді. Баяғы сол әдет, сен шөп салып жүрсің, кеш келесің, кеш кеттің, неғып түнмен отырдың деген сияқты әңгіме. Ал ол жерде өзіміз барлық бала шағасы нелермен ертең демалыс екен ақыр деп олар ұзағынан отырған сәтіміз болған ғой. Сонымен іштей ойланды мен, жаңа мына жағдайдың бәрі содан кейін болды. Енді ят екен көрсеткен, Диана ханым. Бірақ бұл нәрсені мен кеше салғаным, мен қатты заланып кеттім.
как будто мен бір көшеде далада қалдырып кетіп, мен бір көзіне шөп салып, сондай бір жағдай болды. Енді халыққа бір сәт түсінікті болсын дедім де, сөйтіп бір салған кезім болған. Кейіннен кейін өкініп қалдым, ашуым басылғаннан кейін шыны керек. Енді бар ойы, оның да ашу басылды Дианахан. Негізінде ашу басылған. Былай екеуміз сөйлескенбіз. Бірақ менің жүрегімде қалып кеткен нәрсе сол жерде өте көп болды. Сол моменттегілер. Мен мамамен сөйлестім, үйдегілер звондады. Одан кейін анам ұрсып берді маған. Осы қызды алсаң да аласың, ұнаса да аласың, ұнамаса да аласың деген сияқты. Енді білесіз ғой енді. Одан кейін енді екеуінің арасында не әңгіме болғанын мен білмеймін Диана. Екеуі өзара сөйлесті. Иә, анаммен сөйлескен. Мама мен түсіндіріп айтқан ғой, мен мінезім бұрыннан қандай екенін айтқан, осындай деген сияқты. Енді әселінде енді былай енді мамамен жақсы сөйлескен несі бар. Бірақ менің өзім кішкене жүрегімде сәл андай не қалып кетті да, сол бір момент бір. Кешеден бері енді сол жолдас балалармен отырып, бір күн тағы да енді көңілімді аулап, солар мені неттім болды. Бүгін енді студияға келген тұрым ғой. Бірақ бүгін Әсел келмеді. Демек сіздер сөйлеспедіңіздер ме әлі? Тек WhatsApp желісі арқылы ғана сөйлестік болды, былай звонокпен сөйлескен жоқпыз. Өйткені бізге мүлдем із-түссіз жауап бермейді, көтермейді. Кем дегенде себебін білу үшін келе ме, келмей ме, жалпы не ойлаған ойы бар? Мен сол бір нелерде іштей өзім ойландым, тойды тоқтатып. Енді Диана ханым шыны керек, оның сөзін ашығына енді күнінде белгілеп қойдық қой. Бірақ сол момент мен кәдімгі ойым өзгерді, 180 градусқа бірден өзгеріп, үйдегілерге звондап, тойдың қажет жоқ, алған заттар алынып тұра берсін, кейін бір басқа бір әйел алып сол нәрсе соған бересіздер деген сөздер болды шыны керек. Бұл ашумен айтылған нәрсе. Ал егер сіздің осы сөздеріңізден кейін енді анаңызға да айтқан екенсіз, я болды, той болмайды, дайындықты доғарыңыздар, мен үйленбеймін деп. Дәл осы жағдайдан кейін Әсел де теріс айналып, өзі сіздің алдыңызға келмесе, кешірім сұрамаса, болды, құрса құрып кетсін, дүние, мен де тұрмысқа шықпай-ақ қойдым бұл кісіге, осымен бәрі бітіп қалса не істейсіз? Сіз іздемейсіз бе ол қызды? Енді ол моментте бәрі ашу ғой Диана ханым. Ол да айтты, болды, тоқтаса тоқтасын, осы жерден тоқтасақ тоқтатайық деген сияқты ол да айтқан. Мен де айттым, онда болды, осылай қылайық. Жаңағы мен кейін енді қатты жағымын, мына жағдайдан кейін енді өзім ойыма кішкене сәл нелер келді, кейін мен қалай өмір сүремін, бұл қалай болады екен деген сияқты енді көптеген ойлар келеді ғой. Бірақ кейіннен кейін керек кішкене бір сәл екеуміз бір былай сөйлесіп, енді өзімде кішкене сәл ашуым басылғанын ойландым Диана ханым. Мына жақтан ағамыз звондап, жеңгеміз звондап, одан Альмирамен сөйлестім мына жағынан, өзіміз редакторлар. Сонда Әселдікі бұл шектен тыс еркелік пе сізге дегені? Сізді тырнағаны, басқасы, әлде бұл жерде Әсел ренжитіндей, Әсел ашуланатындай бір нәрсе орын алды ма? Біз білмейтін. Ашуланатындай, қараңыз, мен былай айтар едім де, көбінесе тек айтып та жеткізе алмаймын шыны керек Диана ханым. Анандай былай қарап отырсаң, сәл ұрыс кезінде біз ана постоянно айтамыз ғой, еркек бір сат жоғары болу керек деп. Менде мелкий қателіктер өте көп Диана ханым, бірақ мен анау еркекше қателіктер ғой, мысалы, қойса болды, алсады, қоя сал, бүйте сал деген нәрсені қыз баласы соны істей салса болады да, мысалы. Ол қандай не болса да еркек тыңдау керек те бәрі. Оныкі бір менімен бір жарысқандай болады да. Сен бүйтпесең, сен сөйтпе. Мен бүйтпесем, сен сөйтпеу керексің. Мен айтам, сен сонда менімен санасу өмір сүресің ба сонда деймін. Осыдан пайда болды Диана ханым. Ал ертең, мейлі, сіздер қазір ашу, эмоция барлығын ысырып татуласасыздар, үйленесіздер, ал одан кейін қалай үй боласыздар? Кез келген осындай ашуда сіздің ашуыңыз біраз жерге дейін барады. Әселдің мінезі де біраз жерге дейін барады, оны сіз де білесіз. Ол кезде ортақ тілді сонда әлі таппадыңыздар ғой? Ортақ тілді табармыз ғой Диана ханым. Бізде бұндай ұрыстар, енді бұндай майда-шүйде ұрыстар біраз болды, бірақ бұл эфирге шыққан жоқ етін. Осы кезге дейін бізде негіз біраз кішкене сәл ұрыстар болды. Бір енді үлкен қадам басып келетқанын ортаға шығармай қойшы, екеуміз ара жауып кетіп жүргенбіз ол кездер. Бірақ екеуміздің сол моменттерде ашуымыз бірден қайтатын. Мен соған кейде риза болатынмын, осы ашуымыз бірден қайтып кетеді. Мен де шайрома келгенше ашуым басылып қалады, ол да нетеді. Онда ашу басылып қалады. Енді бұл жолы кәдімгі екеуміз бір-бірімізге бір на принцип кеткен сияқты болдық. Шыны керек. На принцип екеуміз ұрсып, на принцип тоқтатайық деген сияқты ой болды екеумізде. Ал бұл жерде енді көбінесе көмек тигені екеуміздің енді жақсы көремін ғой Диана ханым, шыны керек. Ол бәрі ол просто ашу болады, анау болады. Анам екеумізді, енді мен бір жағынан ойлаймын, енді анаммен көп сөйлескеннен кейін мамамнан кешірім сұрапты, ренжімеңіз, мен жақтан да қате кетті ғой деген сияқты.
Ал егер бір қатты бір айқайға болып, бір анама да бір артық сөйлеп қойып, жеңгеме де артық қойып сөйлеп қойып жататын болса, онда мен үзілді кесілді тоқтататын едім, мен ақаным шыны керек. Тоймен болсын, кім қандай зат алып қойсын, жаңа үйдегілер, мамамның өзі де жаңағы базарда жүр екен сол күні. Жаңа заттарды алып тойға дайындығы, сол кезде өзі кішкене ауыршаң болып, давлениесі көтеріліп, сол жүрегіме қатты бат. Бірақ анаңыздың әсел жақ тарапын ұстанып тұруы, өйткені сіздің мінезіңізді беске біле ме, әлде қалай? Неге әселдің сөзін сөйлеп отыр? Бұл жерде екеуміз де сөзіміз сөйлеген жоқ. Мен анамның айтуы бойынша, мен жақты жамандап, әселді жақтаған емес, әселге де біраз сөздер айтқан екен анам. Оның ашуын мен білем. Сен именно соның ашуына тиетіндей нәрсені жасасаң, ол бұрын үйлендім ғой енді ақам, дұрыс па? Біраз қателіктер, сондалардың арасында кеткен нәрселер. Сол бір фобия бетіне қайталанып келген сияқты болады дейді да, берді. Сен оны қайталама, ол жігіт. Осындай нәрсе. Одан маған звондап анам айтқан кезде сен де артық сөйлеме. Ол да біреудің әлпештеген қызы. Ол да енді ер адамның кішкене несін көп қалайды. Мысалы, енді бұрын әкесі өскеннен кейін деген сияқты, оны мамам да маған. Екемізге кәдімгі екі жақтан біріміз жақтамаған. Бірақ іштей адамда ашу болып тұрады. Жоқ, мен осындай деп настаивать етіп тұрып алатын бар. Бірақ кейін енді ашу басыла келе, анамның сөйлегені бар, жеңгемнің айтқаны бар. Соң кішкене ашуым басылды. Енді менде тағы да мына сұрақ туындайды, ол өткен жолда сіздердің ұрыс кездеріңізде туындаған еді. Ақыры аяғында сіздер бәрібір табысып аласыздар. Оны әлеуметтік желіге шығарғаннан не ұтасыздар? Оның үстіне міне тойдың күні жақындаған кезде